Ал мынаны не айтамыз? Түйе табан дейміз ба, ана жалпақ дәу екен, қарасаң қалыңдығына. Бұның несін өлшеп көрсететін болсам, 10 ғой енді былай қарағанда 10. Соны маған кішкентай қылып жасап бер дейді. Жартысын кесіп тастасам ба деп ойлап тұрмын мен бұны. Бірақ оңай болмайды. Екіншісін кестім. Жай табан қылып, набойкасымен бірге дайын уже. Өзінің резинкасын өзіне келтіріп қараңыздар. Общем айтқанда 5-тен өтеді. 6-ға жетпейді, в общем 5,5. Жартысын алып тастадым ғой былай қарағанда. 10 болды ғой жаңа. Қараңыздар енді қандай болып жатыр. Астын былай бірдей қылдым. Міне қараңыздар. Мынау деген кәдімгідей түйе болып тұр ғой. Пони болып тұр ғой, пони. Кәдімгідей алып тастадым ғой енді ойласам міне. Қараңыздар. Мынаның жартысына келіп тұрған. Қолдан келсе бәрін жасап береміз. Лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Парақшама тіркеліп қойыңыздар. Осы видеоны өз историяларыңызға алып кетіңіздер. Осындай кие алмай жүрген, аяқтары қиналып жүрген тәтелеріміз болса, оларды көрсін, жасап берейік. Қолдан келсе бәрін жасап, ыңғайлы қылып жасап беруге тырысамыз. Міне мынау қарасаңыз жай табан болып қалды. Көрдіңіз бе? Жай табан. Мынада қараңыздар.